Қайырлы таң жас түлек. Бүгін сіздермен нақты келуі мүмкін есептерді талдайтын боламыз. Жалпы емтиханның алдында осы видеоны толық көріп алуға кеңес беремін. Өйткені осы тақырыптарға байланысты есептер болатындықтан бұл видео сізге емтиханда көмектеседі деген ойдамын. Енді бірінші есепке қараймыз. Логарифмдік теңдеуді шешіңіз дейді. Логарифмнің анықтамасын пайдаланасыздар. X минус 1 мынаның түбір астында 2-ның 4 дәрежесіне тең болады. X минус 1 түбір астында 2 деп отқандарыңыз 2-ның 2-ден 1 дәрежесі теңіз. Сонда сіздерде x минус 1 мұны екеуі қысқарып 2-ның квадраты ғана. 4-ке 1-ді қоссаңыздар, бізде бірінші сұрақта жауабы С жауабы болады. Екінші теңдеуге қараймыз. Мынау шегін табыңыз дейді. Шексіздікке ұмтылғанда орнына қоятын болсаңыз, шекті табу деген сөз, x-ның орнына қойып шығыңдар деген сөз. Шексіздік бөлінген шексіздік ол анықталмағандықты ашу үшін барлығын ең үлкен дәреже көрсеткішіне бөліп жібересіздер. 2x квадратты x квадратқа бөлеміз, минус 3x-ті x квадратқа бөлесіздер, плюс 2-ні x квадратқа бөліп жібереміз. X квадрат бөлінген x квадрат, барлығын x квадратқа бөлдік. Енді орнына қойып көреміз. Мына екеуі қысқарады, мына екеуі қысқарады. Сонда сіздерде 2 қалады. Мыналардың барлығы сан бөлінген шексіздік, барлығы 0-ге тең кетеді. Мынау 0-ге тең, мынау 0-ге тең. Сан бөлінген шексіздік ол сіздерде 0-ге тең. Сонда 2 бөлінген 1, ол деп отқандарыңыз 2-ге тең екен. Екінші сұрақта А жауабы дұрыс болады екен. Үшінші сұраққа қараймыз. Өрнектің мәнін табыңыз дейді. Бірінші ақшаны алайық. 16 минус 3-тен 2 дәрежесі. Мен ол кешіресіздер, 16 мен не деп жазып алайын? 4-тің квадраты деп жазып алайын да. А-ның минус 3-тен 2 дәрежесі екен. Осының 4-тен 3 дәрежесі дейді. Енді мен жақшаны ашып жазып алайын. 4-тің квадраты емес, 16 мен 2-ның 4 дәрежесі деп алған дұрыс болады. Сонда тезірек табуға мүмкіндік болады. 2-ның 4 дәрежесінің 4-тен 3 дәрежесі. Мен жақшаны ашып жаза берейін. А-ның минус 3-тен 2 дәрежесінің 4-тен 3 дәрежесі болады. Мұна екеуі қысқарып 2-ның 3 дәрежесі қалады. Көбейтілген. Мұна екеуі қысқаратын болса, А-ның минус 2-ден 1 дәрежесі қалады. Енді А-ның орнына әкеп, мына 16-ны қояйық. 2-ның 3 дәрежесі ол 8-ге тең болады. 16-ның минус 2-ден 1 дәрежесі. Ол деп отқандарыңыз 8 көбейтілген минус 2-ден 1 дәреже деп отқандарыңыз. Енді 4-ті квадрат ретінде алыңыздар. Мына екеуі қысқарып бізде не қалады? 4-тің минус 1 дәрежесі. 4-тің минус 1 дәрежесі деп отқандарыңыз 4-тен 1-ге тең. Сонда жауабы бізде үшінші есепте В жауабы дұрыс болады екен. Төртінші есепке қараймыз. Тағы да логарифм сіздерде. Логарифм негізгі қасиеттерін білулеріңіз керек. Формулаларды жақсы біледі деп ойлаймын. Мынау 3-тің минус 3 дәрежесі деген сөз. Мынау алдына кетіп қалады. Минус 3 логарифм 3 негіздегі 3 ол деп отқандарыңыз. Енді минус 3-тің өзіне тең болады емес. 4-те сіздерде В жауабы дұрыс болады екен. Бесінші есепке қараймыз. 0,5-ті мен 2-ден 1 не болмаса 2-ның минус 1 дәрежесі деп алайын да. 3х қосылған 2 артық 2-ның 3 дәрежесі. Сонда сіздерде қандай болады? Минус 3х плюс минус 2-ді жақшаны ашып дейді сразу 3-ке. Минус 3х-іміз артық сіздерде 5-тен х-іміз теріс таңға бөлінген таңба ауысады. 5 бөлінген 3 минус 5 бөлінген 3-тен кіші сандар. Оның ең үлкен бүтін шешімін тап деп тұр. Мына жерде қандай сан болды? 1/3-тен 2, онда бізде жауабы Д жауабы дұрыс болады екен. Функцияның туындысын табыңыз дейді. Сосын мәнді әкеп орнына қойыңыз керек екен. Алдымен туындысын тауып алайық. 3 дәреже алдына шығып кетеді. 5-пен көбейтіліп 15
бір дәрежесін азайтып тастайсыздар. Азайтылған 3. Енді әкеп орнына -3-ті қоямыз. 15 -3-тің квадраты сіздерде 9-ға тең, азайтылған 3. 45 135-тен 3-ті азайтсаңыздар, әрине 130, 2-ді кешіріңіздер. 132 деген жауабы дұрыс болады екен. Жетінші есепке қараймыз. Қорапшада 5 ақ, 9 қызыл шар бар. Қорапшадан кездейсоқ бір шардың ақ болуының ықтималдығы деген. Ықтималдық деп отқанымыз n бөлінген n. n деп отқандарыңыз барлық сандар 5 ақ, 9 қызыл, жалпы сан нешеу? Бізде 14 шар бар екен. Соның ақ болуының ықтималдығын сұрап тұр. Яғни 14-тен 5 деген жауабы дұрыс болады екен. 7-де бізде А жауабы. Жүгіруден жарысқа 11 спортшы қатысты. 1, 2, 3. Енді бұл жерде мынау формуланы орналастыруды пайдаланасыздар. Орын реті маңызды болып тұр. Сондықтан, егер орын реті маңызды емес болатын болса, онда теруді қолданатын. 11-ден 3 нені орналастыруымыз керек? Формула бойынша. Алымында 11 факториал, 11-ден 3-ті азайтасыздар. Ол деп отқандарыңыз 8 факториал. 11 факториал деп отқандарыңыз 8 факториал 9, 10 көбейтілген 11. 8 факториалмен қысқартып жіберетін болсаңыздар. 90, 990 деген жауабы дұрыс болады екен. Арк косинуста, арк котангенста пи азайтылған деп жазуымыз керек. Қай градуста сіздерде 2-ден 1-ге тең болады? Бұл сіздерде 60 градуста да пи бөлінген 3. Ортақ бөлімге келтіресіздер. 3 пидан пиді азайтсаңыздар 2 пи бөлінген 3 деген жауабы дұрыс болады екен. Бұл сіздерде В жауабы. Функциясының анықталу облысының алымына бөлімі неге тең болмау керек? 0-ге тең болмау керек. Сонда x-іміз 0-ге тең емес, 0-ден басқа барлық сандарды қабылдайды. Ол сіздерде қай жауабы? А жауабы дұрыс болады екен. Енді алымы сіздерде кез келген сан болады. Ол тригонометриялық функция болсын. Ал мәндер жиыны десек, онда кішкене басқалай болады десек. Анықталу облысы болғандықтан А жауабы болады. Мына функцияның ең кіші 10 периодын, енді синуста, косинуста, мынау x-ның алдында коэффициентке қараймыз, 2 пиді сол коэффициентке бөліп жүретіміз 3-тен 1-ге. Кері алмасып түседі, сіздерде 6 пи деген жауабы дұрыс болады екен. 12-ші есепке қараймыз. Мына функцияның алғашқы функциясын табыңыз дейді. Алғашқы функция деп отқанымыз интеграл аласыздар. 4x-тан интеграл алатын болсаңыздар, бір дәреже қосасыздар, оны соған бөліп жүреміз 2-ге. Азайтылған x плюс c. Оны екеуі қысқарады, 2x квадрат деген жауабы, c деген жауабы дұрыс болады екен. Енді мынау не синустың, не косинустың несі? Ең дұрысы біз не істейміз? Мына жерден мән жазып x пен y-дің. X-іміз 0-ге тең болған кезде, y-іміз 3-ге тең болады екен. Мына жерден тағы нүкте алсылайық. Мынау x-тің мәні, мынау y-тің мәні. X-іміз пиға тең болған кезде, y-тің мәні 3-ге тең болады екен. Осы екі нүктені апарып, мынау мәндеріне қойып көресіздер. Мына жерден шықпайды. Синус 0-де 5-ге тең болып қалады. Косинус 0-де бізде 1-ге тең, 6-ға тең болып қалады y-іміз. 3-те қараймыз, 2 косинус 0-де 1-ге тең, онда y-іміз 5-ге тең болу керек. Онда жауабы қайсысы? Орындарына қойып тексеріп көріңіздер. 0-де 3, пида -1, 3-тен 2-ні азайтатын. Синус пида сіздерде 0-ге тең. Жауабы сіздерде сәйкес келіп тұрды жауап. Өрнектерді шамдаңыз дейді, дәрежемен жұмыс жасауымыз керек. Мынаның дәрежесі 1 деген сөз, сонда x-тің 2-ден 3 қосылған 1 дәрежесі, x-тің минус 2-ден 1. Мұны екеуі қосылатын болса, x-тің 2-ден, мына жерге 2-ден, мына жерге 1-ден, 2-ден 5 дәрежесі, x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі. Негіздері бірдей болып тұр, екеуін бір-бірінен азайтып жібереміз. 2-ден 5 азайтылған минус 2-ден 1. Сонда біз не істедік? Қосылып кетеді. X-тің 2-ден 6 дәрежесі, ол деп отқандарыңыз x-тің кубы. Бізде 14-ші сұрақта, сонда А жауабы дұрыс болады екен. Жұп функция x-тің кубы сіздерге тақ. 4 дәрежесі жұп болғанмен тангенс тақ болады. Мынау котангенс тақ болады сіздерде.
x-тің квадраты жұп, косинуста жерде жұп функция. Тек қана косинус тригонометрияда, қалғандар бәрі тақ. Енді мынау b бөлімін өтеміз, шығару жолын жазуымыз керек. Мына функциясын енді мынаны ықшамдаңыздар деп тұр. Мен мына жерге жаза берейін да. Орын жаздау. А қосылған b-ның квадраты түрінде, яғни а квадрат 3-тің квадраты 9 синус квадрат x қосылған 2ab. 3-ті жазып қойын, 2 синус x көбейтілген косинус x қосылған b квадрат косинус квадрат x. Енді не істеуге болады? Енді бізге мынау бір формуланы беріп тұр. Синус 2x деген. Синус квадрат x-ті мен қалай жазаламын? Синус квадрат x қосылған косинус квадрат x сіздерде бірге тең болғандықтан, синус квадрат x ол бізде неге тең болады? 9 бір азайтылған косинус квадрат x болады, формула бойынша. Қосылған 3-тің өзін жазып қойын. 2 синус x косинус x деген ол синус 2x. Қосылған косинус квадрат x-тің өзін жазып қойын. Тең болады. Жақшаны ашып жіберейін. 9 азайтылған 9 косинус квадрат x қосылған 3 синус 2x-тің өзін жазып қойын. Қосылған косинус квадрат x. Тең болады. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мына екеуі. Сіздерде нені береді? 9 плюс 3 синус 2x-тің өзін жазып қойын. Минус 8 косинус квадрат x болды. Енді дәрежені төмендету формуласын пайдаланамыз. Мынау нені береді? Мынау сіздерде минус 8-ді алдына жазып қойасыздар, мынау өзін жазып қойын. Мынау косинус квадрат дәрежесін төмендететін болсаңыздар, бір қосылған косинус 2x бөлінген 2-ні береді. Дәрежесін төмендеттік. Енді жақшаларды ашып жазамыз. Сонда сіздерде 9 қосылған 3 синус 2x. Мына екеуін қысқартып бөлік жазып алсаңыздар болады. Минус 4. Жақшаны жатын болсаңыздар, мына жерде минус болып кетеді. 8 мен 2 қысқарып 4 косинус 2x шығады. Біз жақшаларды ашып жатырмыз. Мынау 2-ге бөліп жібердік сосын. Косинус 2x-ті тең болады. Енді ұқсас мүшелерді білесіз. 9-дан 4 азайтсаңыздар 5 қосылған 3 синус 2x-тің өзі қалды. Азайтылған 4 косинус 2x. Бізден осыны сұрап тұр. Енді мынау b сұрағына өтеміз. Бұл жерде сіздерде не дейді? Интегралдың мәнін есептеңіз дейді. Енді интегралдың мәнін есептеу үшін мына жерге мен мынау ашылған түрін жаңа ашып алдық қой. Мынау түрін жазып алайын. Мынау мынаған тең болады. 0-ден пи бөлінген 2-ге дейін. Мынау бізде мынаның мәніне тең болды. Ықшамдап алғанбыз, соның мәнін жазып алайық. Азайтылған 4 косинус 2x-қа тең. Осыдан біз интеграл аламыз. dx. 5-тен интеграл алсаңыздар. 5x қосылған 3 синус x-тен интеграл алсаңыздар, ол 3 косинус 2x болады. Алдындағы тамға минус болады бізде интеграл алған кезде. Сосын мынадан туынды алып, бөліп жіберуіміз керек. 2x-тан туынды алсаңыздар 2, бөліп жібереміз. Минус 4 синус 2x бөлімінде неше сіздерде? Мынадан туынды аласыздар да соған бөліп жібереміз. Мәндері қойып қойыңыздар. Пи бөлінген 2, 0. Енді орнына қоямыз. Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша ол сіздерде қандай болады?
пи бөлінген 2-ні орнына әкеліп қоятын болсаңыздар, 5 көбейтілген пи бөлінген 2 минус мынаны әкеліп орнына қоямыз. 3 косинус пи бөлінген 2 бөлінген 2-ді минус 2-ні қысқартып сразу қысқартып жіберейін мен. 2 синус пи бөлінген 2. Мынаның алдында 2-сін қалдырып кетіппіз. Көбейтілген 2-сі бар еді. Енді біз нөлдерді қойып шығамыз. Енді барлығына мынау 0. Косинус 0-да сіздерде не болады? Косинус 0-де 1-ге тең болады. Сосын мынау алдындағы минусы, оның алдындағы минусы мен Ньютон Лейбниц формуласы бойынша азайтып жібересіздер. Плюс болып кетеді. 1,5-ке тең. Мынау синус 0-ден 0-ге тең. Сонымен сіздерде орын аз болғандықтан кішкене жазуға мүмкіндік болмай жатыр. Мынау 5 пи бөлінген 2-ні өзін жазып қояйын. Мына екеуі қысқарады да сіздерде нешеге тең болады? Таңбаларына қате кетіп қараймыз. Кішкене таңбаларын дұрыстаңыздар. Қалай болады? Кішкене тексеріп алайық та. Жазып алған дұрыс болатын шығар мына жерде. Минус косинус пида 2-ден 3 косинус пида минус 1-ге тең, мына алдындағы минус мен плюс болып кетеді. Минус 2 синус мынау синус пида 0-ге тең. Енді оны жазып қоя салайын. Плюс 1,5 тең болады. 5 пи бөлінген 2 деп отқанымыз 2,5 пи. Енді осы түрінде қалдыра берсеңіздер де болады. 1,5, 1,5-ке 1,5-ті қоссаңыздар 3-ке тең болады. Жауабы деп жазып қоясыздар. Бұл жерде жауабы формулалардың барлығын толық жазыңыздар. Оның барлығынан балл беріледі сіздерге. 17-ші есепке қараймыз. Ауданы 64 метр квадрат болатын тікбұрыш жер телімі қоршалған периметрдің ең кіші мәнін. Енді дұрыс сұрақ дұрыс емес, мына жерде телімнің ауданы қандай болады деп емес. Ең кіші мәнін табыңыздар деп болу керек та сұрақ негізі. Енді аудан табу формуласы жақсы білеміз. Периметрін табу тікбұрыштың формуласын жақсы білесіздер. Аудан нешеге тең? 64-ке тең. Периметр деп отқандарыңыз өзін жазып қояйын. Сонда бізде b-мыз неге тең болу керек? B-мыз 64 бөлінген a-ға тең болу керек. Осыны апарып, мынау екінші тұрған теңдеудің орнына қойып қоямыз, b-ның орнына. Сонда сіздерде периметр тең болады 2a қосылған 64 бөлінген a. 12-ке көбейтсеңіздер 128 бөлінген a болады. Бұл енді біз осы теңдеумен жұмыс жасаймыз. Ең кіші мәнін табу үшін алдымен туындысын тауып алуымыз керек. Периметрдің туындысын табатын болсаңыздар 2a-дан туындалсақ 2, мынадан туындалатын болсаңыздар 1 бөлінген a квадрат еді, 128 бар a квадрат. Осыны істейміз, 0-ге теңестіріп жүрміз. 2 минус 128 бөлінген a квадрат тең болады 0-ге. 2 тең болады. Келесі жаққа өткізіп жіберем. Сонда сіздерде 2a квадрат тең болады 128. 128-ді 2-ге бөлсеңіздер 64. Сонда a-мыз нешеге тең болады екен? Плюс минус 8-ге тең болады. Енді осының теріс мәнін қарастырмайсыздар. Бізде периметр тікбұрыштың қабырғалары терістен болмайды. Сонда жауабы сіздерде 8 деген жауап болады.
Так, x кездейсоқ шама кестеде тарату заңы көрсетілген. Сосын сіздерге мынау а мен б-ның мәнін табыңыздар дейді. Енді біз ықтималдықтың қасиетін жақсы білеміз. Ықтималдық деп отқандарыңыз барлығын қосқан кезде бірге тең болу керек. Мыналардың қосындысы бірге тең. Так, сосын математикалық күтімнің формуласын пайдаланасыздар. Так, бірінші а қосылған 0,2 қосылған 0,1 қосу 0,2 қосылған б тең болу керек бірге. Ал математикалық күтім деп отқандарыңыз мыналарға көбейтіп жібересіздер. Бірді аға көбейтсеңіздер а, 2-ні 0,2-ге көбейтетін болсаңыздар 0,4, қосамыз 3-ті 0,1-ге көбейтсек 0,3, 4-ті 0,2-ге көбейтетін болсаңыздар 0,8, 5-ті 5-ті баға көбейтесіздер, тең болады нешеге дейді? 2,8-ге тең болады дейді. Математикалық күтім деп отқандарыңыз осы еді. mx. Так, енді біз есептейміз. Так, а қосылған б-мыз. Так, 0,4, 0,5, бірде 0,5 тазайтсаңыздар, 0,5-ге тең болады. А қосылған 5 б-ның өзін жазып қоям. Так, 1,5, 1,5, 2,8-ден 1,5 тазайтатын болсаңыздар, 1,3-ті. Так, енді екеуін бір-бірінен азайтып жіберейік, сонда минус 4b тең болады минус 0,8. Сонда б-мыз неше тең екен? 0,2-ге тең болады. Б 0,2-ге тең болса, а тең болады 0,5-тен. Бұны азайтқанға тең, яғни 0,5-тен нешені азайтамыз? 0,2-ні азайтып жібересіздер. Сонда ол 0,3-ге тең болады. Жауабы а тең болады 0,3, б тең болады 0,2 деп жазып қоясыздар. 19 сұраққа көштік. Так, мынау функциясы берілген, функцияның экстрем нүктелерін табыңыз еді. Енді әрине туынды тауып аламыз бірінші. Сосын ары қарай нөлге теңестіріп табамыз. Так, туынды табатын болсаңыздар 3 алдына түсіп кетеді, бір дәреже азайтып жібересіздер. Так, 2-ның туындысы нөлге тең. Енді осыны біз не істеуіміз керек? Нөлге теңестіріп алуымыз керек. Сонда 3х квадратымыз 3-ге тең болады, сонда х квадратымыз нешеге тең болады екен? 1-ге тең болады, х-іміз плюс минус 1-ге тең болады. Жауабына жазып қоясыздар. х1 тең 1-ге, х2 тең минус 1-ге тең. Бұл экстремум нүктелері. Максимум, минимум тап десе, онда таңбаларын анықтап, ары қарай білесіздер де, өсіп барып кемитін болса, максимум, кеміп барып өсетін болса, ол минимум болады. Өсу аралығын табыңыздар дейді. Өсу аралығын табу үшін туындыдан артық немесе тең 0 деп ашамыз. Біз туындысын тауып, 0-ге теңестіріп тауып алдық, ол плюс минус 1-ге тең болды. Енді осы мәндерін минус 1, мына жерде плюс 1. Таңбалар плюс минус плюс болады. Бізге керегі өседі, мына жерде кемейді. Мына жерде не істейді? Өседі. Сонда өсу аралықтары керек бізге. Өсу аралықтары деп жазасыздар. Толық сөзбен жазамыз. Плюс аралықтар. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Бірден плюс шексіздікке дейін сіздерде өседі екен. Кемейтін аралықтар минус 1 мен 1-дің аралық егерде сұрайтын болса. Так, логарифм. Мына жеріндегі тұрған сан, мынау 0-ден үлкен болу керек. Және де мынау негізі 3-тен 1-ге тең болғанда қазір таңбасын ауыстырып жазамыз. 4 минус 2х кіші 3-тен 1-дің минус 2 дәрежесі. Вот осы жерін мұқият болыңыздар. 0 мен 1-дің аралығында болғанда таңба ауысатын. Енді теңсіздік шешу қарапайым. Минус 2х-іміз. Келесі жаққа өтсе минус 4, минус 2х. 3-тен 1-дің минус 2 дәрежесі деген сөз 9-ға тең. Бүтін квадрат деген сөз 9-дан 4-ті азайтсаңыздар 5-ге тең болады. Сонда х минус санға бөлсек таңба ауысады 2, х минус санға бөлсеңіздер таңба ауысады 5-ті 2-ге бөлсеңіздер минус 2,5. Енді осыларды біз жеке-жеке сан өсіне белгілеп, екеуінің қиылысқан аралықтарын аласыздар. 2-ден кіші жағы дейді.
минус 2,5-тен үлкен жағы дейді. Екеуінің де боялып тұрған жері, жауабын жазып қоясыздар, x тиісті болады минус 2,5-тен 2-ге дейін. 21-ші есепке қараймыз. Мынау функцияның анықталу облысын табыңыздар дейді. Бірінші, түбірдің астындағы тұрған сан қандай болу керек? 0-ден артық, теріс емес сан болу керек. Синус x минус 1 артық немесе тең 0-ден болу керек. X синус x-іміз бізде 1-ден артық, синус x-іміз артық немесе тең 2-ден 1-ден. Енді бірлік шеңберге салып, мына жерде қандай болады? Арк синус 2-ден 1 қосылған 2 пиен, мына жерде пи азайтылған арк синус 2-ден 1. Бізге үлкен жағы керек, мынау үстіңгі жағы керек. Сонда жауабы x тиісті болады. Арк синус 2-ден 1-де бізде нешеге тең еді? Пи бөлінген 6-ға тең, қосылған 2 пиен, пи азайтылған пи бөлінген 6, ортақ бөлімге келтіретін болсаңыздар, қандай болады? 5 пи бөлінген 6 болады, 5 пи бөлінген, енді сіздерге түсінікті болу үшін жазып қояйық. Пи азайтылған пи бөлінген 6, енді мына жерге 6 пидан пиді азайтамыз, сонда 5 пи бөлінген 6 қосылған 2 пи. Жауабы деп осыны жазып қоясыздар. Екінші, Б-да сіздерге не істе дейді? Функцияның туындысын табыңыздар дейді. Мынадан туындауымыз керек екен. Бұл күрделі функция. Алдымен дәрежесінен туындалып аласыздар. Сосын ішіндегі функциядан туындалуымыз керек. Дәрежесінен туындалатын болсаңыздар, 1 бөлінген түбір астында x-ның туындысы 1 бөлінген 2 түбір астында x болады. Оны жазып қоямыз. Ішінен туындалатын болсаңыздар, 2 синус x азайтылған 1-ден 1 туындалуымыз керек. Бұл күрделі функция болғандықтан. 2 синус x-тан туындалатын болсаңыздар, 2 косинус x бөлімінде сіздерде 2, өзін жазып қоямыз, 2 мен 2 қысқарып кетеді, сонда сіздерде косинус x бөлінген жауабы деп осы мәнді жазып қоюды ұмытпаңыздар. Жауабын жазуды ұмытпаймыз, толық жазамыз. Сосын ортасына жазыңыздар, шетінде тіккен кезде қалып қоймас үшін. Мынау шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Енді шектелген фигураның ауданын табу үшін бірінші біз не істейік? График салып қояйық. График сіздерде қандай болады? Y өсімін, X өсімін салып. Мынау ненің графигі? Бізде параболаның тармағы төмен қарайды, парабола. Және де бір-бірлік жоғары көтерілген. Кәдімгі мынандай функция сіздерге. Енді мынау қиылысып жатқан нүктелердің мәнін табуымыз керек. Және де бір ескеретін нәрсе, x-іміз бір несі берілген, x тең 0 деген түзуден өту керек. Және де y тең 0 деген түзуден өту керек. Сонда қиылысу нүктесін таба аламыз. Яғни 1 азайтылған 2x квадрат, мына y пен y теңестіріп жіберетін болсаңыздар, минус 2x квадрат тең болады минус 1-ге. Сонда x-іміз, x квадратымыз 2-ден 1-ге тең болады. X-іміз плюс минус түбір астында 2 бөлінген, 1 бөлінген 2-ге тең. Ол деп отқандарыңыз плюс минус түбір астында 2 бөлінген 2-ге тең. Енді бір нәрсені ескеруіміз керек.